Reddit қолданушылары, сіздің ойыңызша әлемдегі ең керемет фото қандай? Мынау тарихтағы алғашқы мысықтың суреті. Барлығы осы суреттен басталды. Мына сурет маған қатты ұнайды. Бұл ақымақтар ұшақтың үстінде теннис ойнауда. Жерде жүрген біреудің басына теннис допы түсті дейсің ғой, ойлашы, есік алдында отырасың, басыңа доп түседі. Тарихшылардың айтуынша бұл ең алғашқы селфи фото. Титаниктің соңғы суреті. Осыдан кейін ол су түбіне кетті. Титаникті суға батырған айсбергтің суреті. Ойлаңдаршы, мынамыз қаншама адамды өлтірді. Небраска штатындағы торнадо. Суретте жас қыз Одра Томас. Хаха, я бұл ондай керемет немесе тарихи сурет емес, бірақ өте қызық. Кішкентай араның сиіп жатырған фотосы. Енді сен бәрін көрдің. Күнің сәтті өтсін. Ферманың үстіне құлап бара жатқан ұшақтың суреті. Кім түсірсе де мықты түсірген екен. Уайымдап жатырғандар болса, тракторшы да ұшқышта тірі қалған. Мүмкін бұдан да керемет фотолар бар шығар, бірақ мен үшін осы ең мықтысы. Фотода 23 сағат бойы науқасқа жүрек операциясын жасап, өлімнен аман алып қалған хирург бейнеленген. Физиктер оргазм алатын сурет. Атомның ең анық суреті. Өлетіндерін біле тұра бір-бірін құшақтап жатқан екі инженердің мына суреті. Мына қарапайым суретте үлкен тарих жатыр. Фотода Абрам Линкольннің өлім алдында қаны тамған төсегі. Ол түні бойы қансырап жатқан. Суреттегі жасықта оның қаны кәдімгідей сіңіп қалған. Суретте немересі атасының ардагерлер күніне арналған жиында көзіне жас алып жылап жатырғанын көріп таңғалуда. Мына Ларри Нэнстің фотосы маған қатты мотивация береді. Міне керемет фото. Бұл фото тарихта қалады. Суретте ай мен жердің керемет көрінісі бейнеленген. Әрине, әркімге фото деген түсінік әртүрлі болып көрінеді. Маған осы сурет қатты өтті. Бомбаланған үйдің ішінде әкесі балаларын суға түсіріп жатыр. Сурет өмірге толы. Мен бұл суретті мына жерге сала алмаймын. Суретте Бельгия королі Леопольд II жасаған айуандығы. Әкесі өзінің кішкентай қызының шабылған аяғы мен қолына қарап отыр. Оның отбасы құлдықта дұрыс жұмыс істемеген. Сол үшін бельгиялықтар кіші қызының түгін қалдырмай шауып тастаған. Әкесіне тек аяғы мен қолын берген. Өте қатыгез сурет. Интернеттен іздеп қарап көрсеңіздер болады. Бұл мен үшін ең әдемі сурет. Ғарышкер Анна-Ли Фишер. Мен үшін мықты сурет осы. Суретте Чернобыль атом электростанциясындағы піл аяғы деп аталып кеткен зат. Түріне қарасаң өте қарапайым зат сияқты. Бірақ бұл бетонның ішінде көптеген ядролық улы заттар араласып кеткен. Ол жерге барсаңыз көп ұзамай өліп қаласыз. Бұл сурет маған қатты ұнайды. Фотодағы бала қазір бірнеше секундтан кейін қатты қуанышты болады. Әкесі оған кішкентай күшік сыйламақшы. Бұл сурет ең күшті емес, бірақ мен үшін жай ғана көңілді сурет. Вау, мынау мен бүгінге көрген ең күшті тақырып болды. Қаншама мықты фотолар көрдім. Менің ойымша осыны аударып жасап жатырған адамды көп қолдау керек секілді. Каналға тіркеліп лайк басып жатырмын. Жарайсың, жақсы жасап, дамытып жатырсың. Мен үшін ең мықты сурет. Мықты дегенім күшті деген емес, шынымен мықты сурет. Ағайынды Райттардың ұшағының жерден көтерілу сәті. Бұл сурет адамзатты қатты өзгертті. Фотода Сатурн планетасы. Ана шетте тұрған кішкентай, ол біздің жер планетамыз. Бұл сурет маған қатты ұнайды. Суретте Филиппиндегі Пинатубо тауынан атқылап жатқан, жанартаудан қашып бара жатқан пикап бейнеленген. Йо-моя, кім және қалай түсірді екен мына кереметті? Қазір сен экранда 4 видеоны көріп тұрсың. Сол 4 видеоның біреуіне кіріп қарауды ұмытпа. Мен 10-нан 1-ге дейін санайтын боламын. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видеоға кірдің деп ойлаймын. Сәттілік.